Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Тіркелген оқырмандарыма рахмет. Менің пайдалы ақпараттарыммен, рецепттеріммен достарыңызбен бөлісіңіздер. Бүгін біздегі тақырып сәбіздің пайдасы. Ендеше бастап кетейік. Бұл көкөністің 13 пайдасы бар. Сәбіз бүкіл денеге пайдалы және салмақ тастағысы келетіндер үшін таптырмас өнім. Көптеген экзотикалық жемістер мен көкөністерден айырмашылығы, сәбізді жыл бойы дүкендердің сөрелеріне табуға болады және қолжетімді бағада сатылады. Төмен құнына қарамастан, оның пайдасы көп. Көктемде оны авитаминоздың алдын алу ретінде диетаға қосу керек. Сәбіздің құрамы: 100 грамм сәбізде 35 килокалория, 1,3 грамм ақуыз, 0,1 грамм май және 6-9 грамм көмірсу бар. Тамыр дақылында каротин, БИРРК дәрумендері, аскорбин қышқылы және көптеген микроэлемент, калий, фосфор, темір, мыс, йод, мырыш, фтор және хром бар. Жүрек пен қан тамырларына айтады. Біріншіден, қазіргі адамның тамақтану идеалдан алыс, ал өмір жолы көп нәрсені қаламайды, сондықтан қандағы холестерин деңгейінің жоғарылауы сирек емес жағдай. Сәбіз бұл мәселені шешуге көмектеседі. Сондықтан бұл өнім атеросклероз, инсульт, инфаркт қаупін азайтады. Көкөністе қан айналымын жақсартатын калий мен гипертонияны төмендететін және жүректі қорғайтын кумарин де көп. Екінші, иммунитетті күшейтеді. Сәбіз антисептикалық және бактерияға қарсы қасиеттерге ие. Сондықтан бұл өнім иммундық жүйені тамаша нығайтады. Сондай құрамында лейкоциттердің белсенділігін ынталандыратын аскорбин қышқылы көп. Ас қорытуды жақсартады. Сәбіз диеталық талшыққа бай. Сондықтан бұл көкөніс ішқатудың алдын алу үшін тамаша. Ол асқазан мен ішектерді қорғайды. Қатерлі ісік қаупін азайтады. Бета-каротин өкпенің қатерлі ісігі сияқты бірқатар қатерлі ісіктердің даму қаупін азайтады. Сонымен қатар талшықтың көптігіне байланысты сәбіз тоқ ішек қатерлі ісігінің ықтималдығын азайтады. Сондай-ақ шикі сәбізді үнемі жейтін әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі 5-8 есе төмендейтіні туралы зерттеу бар. Көзді қорғайды. Ғалымдар сәбізді жақсы көретіндердің жасына байланысты түнгі соқырлық қаупін 40% төмендететінін анықтады. Бұл бета-каротиннің қасиеті. Тіс дәрігерлеріне барыңыз келмесе, сәбіз жеңіз. Бұл өнімді жеген кезде сілекей белсенді түрде бөлінеді, қызыл иектер ынталандырылады. Осының арқасында ағза кариес пен галитоздың дамуына әкелетін бактериялармен жақсы күреседі. Қандағы қант деңгейін реттейді. Сәбізде қандағы қант деңгейін реттеуге көмектесетін каротиноидтар бар. Дегенмен диабетиктердің есте сақтау ол маңызды. Сәбіздің гликемиялық индексі оның қалай дайындалғанына байланысты. Теріні әдемі етеді. Сәбіз безеуден зардап шегетін және бөртпелерге бейім адамдар үшін өте пайдалы. Көкөніс құрамындағы А дәрумені теріні нәрлендіру және ылғалдандыруға көмектеседі. Кесілген жерлерді емдейді. Сәбіздің антисептикалық қасиеттері бар. Сондықтан жаралар мен кесілген терінің жазылу процесін тездетуге көмектеседі. Простата проблемаларынан қорғайды. 30 жастан асқан еркектерде простата ұлғаю жиі кездеседі. Бета-каротин аурудың алдын алуға немесе кем дегенде жағымсыз белгілерді азайтуға көмектеседі. Диареяға көмектеседі. Егер сіз дұрыс емес нәрсені жесеңіз, сәбіз сорпасы көмектесе алады. Бұл тағам ішектерді тыныштандырады, ағзаны тазартады. Сәбіздің холеретикалық әсері бар. Сонымен қатар ол бауырға, бүйрекке және өт қабына пайдалы, яғни табиғи детоксикацияға көмектеседі. Жүкті және бала емізетін әйелдерге көмектеседі. Орташа мөлшерде сәбіз болашақ аналар мен бала емізетін әйелдер үшін де өте пайдалы. Тамыр дақылы емшек сүтінің қасиетін жақсартуға және баланың иммунитетін нығайтуға көмектеседі деп жазады мамандар. Осы мінекей сәбіздің бірнеше пайдасы. Қайбір көкөністі алсақ та, әрқайсының пайдалары өте көп. Менің каналымда қызылшаның, сарымсақтың, асқабақтың пайдалары туралы жазылған, картоптың, және қандай да бір көкөністің пайдасын білгіңіз келсе, менің каналыма өтіп, менің каналыма тіркеліп, видеоларымды соңына дейін тыңдасаңыздар, қай жемістің де, қай көкөністің де өздеріне жеке дара пайдасы өте көп екенін оқи аласыздар.
Менің каналымды қолдап тіркелгендеріңіз үшін рахмет. Мен сіздермен қоштаспаймын, жай ғана сау болыңыздар деймін. Келесі тақырыпта кездескенше.